Достар, егер сіз дүйсенбіден бастап немесе жаңа жылдан бастап арықтаймын, спортпен шұғылданамын, кітап оқып бастаймын деп бастап алып, бірақ та ортасынан тастап кететін болсаңыз, дәл осы видео сіздер үшін. Өйткені мен сіздерге атом әдеттер деп аталатын кітапты 10 минуттың ішінде түсіндіріп беремін. Толықтай кітапты. Өзіңізді кінәламаңыз. Мәселе сіздің ерік-жігеріңізде емес, мәселе сіздің жүйеңізде. Осы 10 минуттың ішінде мен точно айтайын, сіздерге өміріңізді 180 градусқа өзгертетін инсайттар айтамын. Негізі кітаптың авторы Джеймс Клир. Сіз бұл кітапты сатып алған болуыңыз мүмкін, бірақ та оны оқуға уақыт таппаған болуыңыз мүмкін. Енді оқымай қойыңыз, өйткені сізде уже осы видео бар, осы видеода барлығы түсіндіріледі. Кітаптың авторы Джеймс Клир мектеп кезінде бейсбол ойнап жүріп, бетіне байқаусызда таяқ тиіп, миы қатты зақымданады. Ол комаға түсіп, тіпті жүруі мен сөйлеуі баяулайды да, оның бәрін қайтадан бастан бастап үйренеді. Ол үлкен жетістікке жетеді, бірақ бірден жетпейді. Ол күн сайын өте кішкентай, бірақ атомный қадамдар жасау арқылы ғана адамдардың қатарына қосылып, кейін тіпті спортшы болып, одан кейін миллионер жазушыға айналады. Бұл оқиға кез келген үлкен жеңістің артында кішкентай әдеттер тұрғанын көрсетеді. Неге? Бұл жерде атом деген сөзді пайдаланады. Атом деген негізі физикадан білеміз, ол өте кішкентай бөлшек. Әдеттің бастапқы нүктесі байқалмайтын деңгейде өте кішкентай незаметный болу керек. Бірақ та атомда өте үлкен энергия көзі бар ғой. Осы кішкентай әдеттер жиналып келсе, бәрі біріксе, ол атом бомбасы сияқты күшті нәтиже береді. Ол әдетті өзгертудің 4 заңын айтады. Кез келген әдетті қалыптастырудың, немесе онша емес әдеттеріңіз, жаман әдеттеріңіз болса, одан құтылудың 4 қадамы бар. Мысалы, жақсы әдетті қалыптастыру керек, мысалы үшін тіл үйренгіңіз келеді. Ол үшін көзге көрінетін етіп қойыңыз сол сіз қалайтын жақсы әдетіңізді. Мысалы, жүгіргіңіз келсе, кроссовканы есіктің алдына қойып қойыңыз. Тіл үйренгіңіз келсе, күн сайын сол тілде ән тыңдап бастаңыз деген сияқты. Одан кейін сол жақсы әдетіңізді тартымды етіп қойыңыз. Мысалы үшін, сіз жүгіруді ұнатпайсыз, бірақ жүгіру керек. Сіз көзге көріндіріп кроссовкаңызды қойдыңыз. Енді жүгіру кезінде сүйікті подкастыңызды қойып қойыңыз. Немесе тіл үйренуді тартымды ету үшін бір әдемі жерге барып, әдемі адаммен сол тілдің носитель деп айтады, сол тілдің үнемі қолданушысымен офлайн үйрен. Одан кейін үшіншісі оңайлату керек. Атом әдеттер оңайлатып барып жасалынады. Мысалы үшін, жүгіруді ұнатпасаңыз, күніне 5 минут жүгіріңіз. Мысалы үшін, тіл үйрену қиын болып жатса, күніне бұған 2 минут қана уақытыңызды бөліңіз. 2 минутта бір 3 сөз жаттап алыңыз. Бітті. Одан кейін төртіншісі, жақсы әдетіңізді қанағаттанарлық етіңіз. Яғни, қанағат сезімін өзіңізге беріңіз. Сол әдетті даже 2 минут орындасаңыз да, өзіңізді мақтаңыз. Бұл сіздің миыңызға жақсы әдеттің қалыптасуын жеңілдетеді. Ал енді жаман әдет. Мысалы, телефон қарай беру, бұл жаман әдет. Оны қалай тастау керек? Оны көрінбейтін ету керек. Мысалы, кешкісін телефоныңызды басқа бөлмеге қалдырып кетіңіз. Сөндіріп тастаңыз. Оны тартымсыз етті. Яғни, телефонға көп отырудың зиян екендігін өзіңіздің көзіңізге көрсетіп қойыңыз. Қиындатыңыз. Мысалы, телефонмен жұмыс істеуді, үнемі телефон қарай беруді қиындату үшін қандай нәрсе ойлап табуға болады. Мысалы, тәтті жемеу үшін оны дүкеннен сатып алма дейді. Сол сияқты телефонға қайта қарай бермес үшін оның зарядкасын отырғызып тастаса да, зарядканы тық қой деген сияқты. Одан кейін жағымсыз ет. Егер де телефонға кіре берсем, мысалы кешкісін 8-ден кейін телефонға кірсем, өзіме айыппұл салам деңіз. Осындай майда нәрселер сіздің әдетіңізді қалыптастыруға, немесе жаман әдетіңіз болса, одан құтылуға көмектеседі. 1% феномені туралы айтылады, бұл инсайт. Мұқият тыңдаңызшы.
кішкентай қадамның алып күші бар. Достар, біз нәтижені бірден көргіміз келеді, бірақ нейробиологияда бұл басқаша жұмыс істейді. Егер біз күн сайын бар болғанда 1% жақсарсаңыз, 1%-ға жақсарып отырсақ, 1 жылдан кейін біз қазіргіден 37 есе жақсарады екенбіз. Бұл атомдық әдет. Атом өте кішкентай, бірақ оның ішінде орасан үлкен зор энергия бар. Сіздің 2 минуттық жаттығуыңыз немесе оқыған бір бетіңіз бұл болашақта сіздің үлкен жеңісіңіздің фундаменті. Екіншіден, мақсатты ұмытыңыз. Жүйеге фокус қойыңыз. Мен психолог ретінде айтатын болсам, жеңімпаздар мен жеңілгендердің мақсаты бір, екеуі де бірінші болғысы келеді. Бірақ айырмашылық неде? Жүйеде. Мақсатқа жеткендер жүйе арқылы жетеді. Жетпегендер ертең істеймін, арғын істеймін деп жүре береді. Мақсат бұл сіздің жеткіңіз келетін нәтиже, ал жүйе бұл сізді сол нәтижеге апаратын процесс. Егер сіз мақсатқа тым қатты фокус қойсаңыз, миыңыз нәтиже жоқ деп стресске түседі. Ал жүйені сүйсеңіз, сіз күнделікті процестен ләззат аласыз. Одан кейін әдеттің негізгі заңдарын айттым. Көзге көрінетін ету керек, тартымды ету керек, оңайлатып қою керек, және өзіңе мотивация ретінде, марапат ретінде мақтап қою керек. Одан кейін идентификация деген ұғым бар, сіздің өзіңіз туралы өзіңіздің пікіріңіз. Бұл ең басты инсайт меніңше. Әдетті өзгерту үшін сіз іс-әрекетті емес, өзіңізді өзгертесіз. Мысалы үшін, сіз темекі тастағыңыз келеді, мен темекі тастауға тырысып жүрмін демеңіз. Мен темекі тартатын адам емеспін деп айтыңыз. Әрбір кішкентай әдет бұл сіздің жаңа тұлғаңызға берген дауысыңыз. Бүгін 5 минут кітап оқыдыңыз ба? Сіз уже өзіңізді мен кітап сүйгіш оқырманмын деп айта беруіңізге болады. Өйткені сіз бүгін кітапты 5 минут болса да оқыдыңыз ғой. Бүгін таңертең ерте тұрдыңыз ба? Сіз уже мен уақытын басқара алатын адаммын деп смело айта беріңіз. Достар, егерде сіздер өз мақсаттарыңыздың биігіне көтерілмей жатсаңыздар, сіз өз жүйеңізді құра алмай жатсыз. Сондықтан бүгіннен бастап өз жүйеңізді реттеңіз, атомдық әдет жасаңыз. Жүйені құру, тағы да қайталап айтам, 4 нәрседен тұрады. Мысалы, бірінші ниетіңізді, целіңізді, мақсатыңызды жазып алыңыз. Қандай әдетті өміріңіздің салтына айналдырғыңыз келеді? Мысалы үшін медитация жасау. Медитация жасауды көзге көрінетін етіп қойыңыз. Ол қалай? Мысалы, медитация туралы қандай да бір сөзді кроватыңыздың қасына жабыстырып қойыңыз. Оны тартымды етіңіз. Медитацияны бір жағымды іспен байланыстырыңыз. Мысалы, медитация кезінде сіз альфа-состояниеге өтіп, арманыңызды орындай аласыз. Соны сол ғана бір ғана ой, сол ғана факт сіздің бұл әдетіңізді тартымды етеді. Одан кейін міндетті түрде оңайлатып қойыңыз, қиындатпаңыз. Жаңағыдай бірден медитацияны 40 минуттан бастап кетпеңіз. 5 минут, 10 минуттан бастаңыз. Кез келген әдетті 2 минутта жасалынатындай деңгейге дейін жеткізіңіз. Сол кезде ол жеңілдейді. Енді медитацияға келген кезде біз 2 минутта жасай алмаймыз. Хотя бы 10 минут деңіз. Төртінші, әр медитация жасағаннан кейін өзіңізге марапат беріңіз. Бүгін мен медитацияны 20 минут жасадым, демек мен барып өзіме жақсы сыйлық әперемін, немесе кофемен өзімді қуантамын деген сияқты. Сондықтан да бұның барлығы сіздің әдетіңіздің қалыптасып өміріңіздің салтына енуге көмектеседі. Атом әдеттерді оқыған кезде мен Абай Құнанбаевтың үнемі айтатын қайрат, ақыл, жүрек деген концепциясындағы қайрат деген сөзді ұққандай болдым. Яғни Абай Құнанбаев бізге, Абай атамыз, қайратты бол дейді. Қайрат деген не? Ол сіздің ерік-жігеріңіз, ол сіздің жүйе құра алып сол жүйемен жүре алатындығыңыз. Біздің әдеттерімізді қалыптастыратын ақылдан бұрын, жүректен бұрын ол біздің ерік-жігеріміз. Яғни қайратымыз. Сондықтан да қайратты болайық. Осы 4 тағы қайталап қарап шықсаңыздар, осы видеоны 4 заңның ішінде сізге қайсысы ең қатты әсер етеді?
мүмкін сізге сигнал жетпей жүрген шығар, яғни көзіңізге көрсетіп қою. Мүмкін сізге тартымдылық жетпей жүрген шығар. Мысалы мен медитацияны әдетке айналдырғанда маған осы тартымдылық жетпеді, яғни бір приятный іс ретінде мен оны ұзақ уақыт көре алмадым, кәдімгі жұмыс деп қарадым. Кейін медитация менің ең сүйікті, ең приятный өмірімнің бір сондай уақытына айналды. Үнемі жасай келе, өйткені ең ғажап сезімдерді мен медитация кезінде сезінемін. Сондықтан да атом әдеттердің 4 заңдылығын, 4 инсайтын өзіңізге бір жерге жазып алыңыз. Аман болайық, бай болайық, бақытты болайық. Келесі видеода кездескенше.